Бүгін балаң үшін бәрін жасап жатырсың. Ертең сол бала қолынан түк те келмейтін біреу болып өсіп шығады. Бүгін бала ғой дейсің, кішкентай ғой дейсің, үй тірлігіне араластырмайсың. Ертең сол әйеліне көмектеспейтін біреу болып шығады. Бүгін балаңды кітап оқуға қинамайсың. Ертең білімсіз, дайын асқа тік қасық болғанды жақсы көретін біреу болып өсіп шығады. Балаңның бай, болашағы мықты болған қаласаң, бүгіннен бастау керек. Әрине, бірден барып телефон тартып алуға болмайды. Сіз ол жағдайды ушықтырып аласыз. Керісінше, бірте-бірте телефонды алмастыратын қызықты кітаптар бере бастаңыз. Мен өз ұлымды солай тәрбиелеп келем. Қазір небәрі 4 жаста, бірақ өз жасына 30 тақпақ жатқа біледі. Мына кітаптың артықшылығы қазақтың байырғы тәрбиелік астары бар тақпақтар жазылған. Оқу қызықты болу үшін әр сөзіне сай сурет қойылған, көлемі де баланың ұстап оқуына ыңғайлы. Бұл кітапты Каспидағы экрандағы код арқылы бере аласыздар. Қазір садиктегі апайлары балама таң қалады. Осы кітапты оқығалы бері кітапқа деген махаббат ашылды. Өз ойын неше түрлі тақпақтың жаттаған сөздерімен жеткізетін болды. Енді басқа кітап алып берші деп жүр. Сондықтан ата-аналар балаңыз данышпан болсын десеңіз, кішкентайынан кітап оқыта беріңіздер. Мен баланы дамыту бойынша кеңестер беріп отырамын. Лайк басып тіркеле кетіңіз.